Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Көбіміз өмір жолын салғандаймыз, бірақ та тұлдыр жетім қалғандаймыз. Таулардың қастарында жүрген кезде, таулардың биіктігін аңғармаймыз. Асқар тау әкемізді түсінбейміз, ақыл айтпай үндемей жүрсін дейміз. Өз отбасым, өз балам, өз қызым бар, бізден бөлек өздері тұрсын дейміз. Өлген соң жүрек жылап сағынамыз, түске кірсе кетпе деп жалынамыз. Кім біледі, ата-анамыз қайтып келсе, жүрер медік бұрынғыдай тағы да біз. Қайта келсе, ата-анамды жылатпас ем, еш адамнан еш нәрсе сұратпас ем. Барымды сап көтеріп көңілдерін, еш уақытта беделін құлатпас ем. Солар үшін қайтадан туар едім, 5 мезгіл қол аяғын жуар едім. Таза ауаға апарып, асын беріп, шыбын шіркей жолатпай қуар едім. Бірақ рет келеміз бұл өмірге, ата-анамыз уақытша жүр өмірде. Қадірін кеш түсінген ата-анамның, орны толмай ойсырап тұр өмірде. Құран оқып, кейбірде жылап алам, қара жерге бас ұрып құлап алам. Ата-анама жақсылық тілеп жүрем, алдымда жүрген кезде сұрамаған. Ата-ананы бәріңіз сыйлаңыздар, жан-жағыңнан көңілін қимаңыздар. Үлкендердің көңілін таппай тұрып, бұл жалғанда еш нәрсе жимаңыздар. Жан-жағыңнан қарғысын алмаңыздар, жүрекке жара ешкімге салмаңыздар. Бір-біріңнің қадірін кеш түсініп, ең бастысы кешігіп қалмаңыздар.